Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай керемет құймақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіз. Ең алдыменен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оған 3 қасық құмшекер салып, оны жақсылап араластыратын боламын. Описанияда бәрін жазып кететін боламын. Қанша мөлшерде, қанша кететінін бәрін. Ең алдымен осылай бір айранымызды алып, үстіне бір қасық сода салып, жақсылап араластырып 2 минутқа қалдырып қоямын. Осылай енді араластырған жұмыртқамыздың үстіне осылай айранымызды қосатын боламыз. Қосып жақсылап араластырамыз. Осы видеоны ұнаса, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Үстіне 3 қасық сұйық май қостым. Соны жақсылап енді араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырып болып, қайнап тұрған ыстық су құямыз. Жұмыртқамыз пісіп қалмау үшін аздан қосып, тез-тез қозғайтын боламыз. Осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан әдем болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен сізге осы рецепті жасауларыңызға кеңес беремін. Енді ұнымыз еленген болу керек, міндетті түрде осылай елеп саламыз. Сөйтіп осыны жақсылап араластыратын боламын. Осылай қою емес, сұйық емес, орташа болу керек. Осыны жақсылап араластырып, осымен пісіретін боламын. Осылай қызып тұрған тәпеншеге осылай құйып пісіретін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бір айта кететін жайт, осындай құймақ пісіруге осындай бір тәпеншені арнап қойыңыздар. Мысалға тұқым, жұмыртқа пісіріп жүрген тәпеншенің үстіне пісіретін болсаңыздар, құймақ ол әдем болып шықпайды, жабысып қалады, болмаса әдем болып шықпайды. Сол үшін осындай бір тәпеншені міндетті түрде осындай құймаққа арнап қойсаңыздар болады. Осылай шеті қызардау дегенде осылай аударатын боламын. Барлық құймақтарымды осылай пісіріп шықтым. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет құймақтарымыз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер. Видео ұнаса, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Енді бұны өз қалауларыңыз бойынша ішіне творогпен, қаймақпен өз салмаларын дайындап жесеңіздер болады. Мен енді творогпенен жасап жатырмын. Бұған қаймақ қоссақ та әдемі болады. Оған балаларым қаймақты ұнатпағандықтан тек творогқа құмшекер салып, осыны блинчигіміздің арасына салып дайындап бердім балаларыма. Балаларыма ұнады, өте дәмді болып шықты. Осылай міндетті түрде жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Осылай барлығын үсіп орап шығамыз. Менің құймақтарым дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.